Армысыздар, неге каналын тамашалаушы жандар. Каналға қош келдіңіздер. Сіздер бүгін Ұлжан апаның хикаяға толы әңгімесіне куә боласыздар. Ендеше бастайық. Ал сіздер видеоның астындағы подписация батырмасын басып қоюды естен шығармаңыздар. Біз балалар қауымы бұл жолы Ұлжан апаға жалынып әңгіме айтуын өтінген жоқпыз. Себебі ол кісі біздің әжемізге өз-ақ әңгімесін бастап кетті. Ал біз балалар әрине Ұлжан апаның айтқан әрбір әңгімесін міндетті түрде тылсым туралы болатындығын білетінбіз. Ол кісі де көп созбай әңгімесін бастады. Келінімнің аздап салақтығы бар еді. Сол әдеті маған жүдә ұнамай-ақ қойды. Тамақ ішіп болған соң ыдыс-аяқты бірден жуып қоя салу деген әдет оған мүлдем жат. Демалыс күндері түске дейін ұйықтайды. Ау, тұрсаңшы десем, апа демалыс қой, тұрғанда не істеймін дейді. Төсекті де дұрыс жинамайды. Көрпелердің тысының ауыспағанына неше жыл болды. Сыртын ауыстырып берейін десем, қоя беріңіз, басқасын сатып аламын деп, бейне бір ақшасы шашылып жатқандай деп келініне көңілінің толмайтындығын әжеме ақтарып салды. Бірде келінім жұмысқа кеткен еді. Үйде өзім жерге қазақшалап, үстел қойып, шай жасап, енді пиаланы қолыма ала бергенім сол еді. Қайдан келгені белгісіз, дәл алдымда төрде малдас құрып, терең ойлы мұртты еңгезердей екі қазақ кісі отырды. Тек отырғандар болмаса, жарықтықтар бір ләм-мим демейді. Алғашқыда қатты қорыққаным рас, бірақ әруақ разы болмай, тірі баймайды деген тәмсіл есіме түсіп, бірден өзім қолым алдым да, оларға ақырындап шай құйып бере бастадым. Бір қызығы, олар сораптай ішеді. Бірақ пиаладағы шай мүлдем таусылмайды. Жүздеріне қарасам, не күлмейді. Бірақ ашулы да емес сияқты. Тек салмақпен ойлы жүздерін бірі төмен қаратып, бірі алысқа қараған күйі самарқау отырды да, бет сипап орындарынан тұрып есіктен шығып кете барды. Міне осылайша әлгі екі кісі аптасына бір рет келіп тұруды әдетке айналдырды. Бірде келінім үйде әдеттегідей демалыс болғандықтан ұйқыны басып жатқан болатын. Әлгі кісілер аяқ астынан пайда болды да столдың шетіне келіп жайғасты. Мен де әдетімше оларға шай құя бастадым. Келінім шашы алба-жұлба күйде ұйқыдан тұрып, ваннаға өтіп бара жатыр. Мен отырған бөлмеге басын сұғып қарап, апа, бір өзіңіз немене 3 пиаламен шай ішіп отырсыз ба? Жоқ әлде шілденің күнде шайды суытып отырсыз ба деп маған мысқылдай сөйлеп жуынуға кетті. Одан шығып айна алдында күндегі әдетінше 2 сағат отырып боянады енді. Ал әлгі кісілер еш қимылдамастан шайларын сораптай ішті де орындарынан тұрып кетті. Сол-ақ екен, келінім баж етіп, мен отырған бөлмеге жүгіріп келді. Апа, қазір ғана жинаған төсегім гүрс етіп құлады. Тіпті құлау мүмкін емес еді дейді сасқалақтап. Мен де осы сәтті пайдаланып, дұрыс бопты, дұрыс жинамайсың ба деп қоямын. Дәл сол сәтте ас бөлмедегі шкаф ішінде жиналып тұрған ыдыстар салдырлай бастады. Келінімнің көзі шарасынан шыға менің жаныма келіп отыра қалған. Мен оның аптығын басып, қоя бер, мен саған айттым емес пе, үйде кісілер бар деп, кердең етесің тіпті деп басу айттым. Әне, көрдің бе жеңеше, ластықты оларда жақтырмайтын болғаны ғой деп әңгімесін аяқтады. Әжем де арасында ойпырмая, солай ма, астапыралла деп тыңдап отырған болатын. Біз қорқынышты әңгімеге қанып болған соң, ертең достарымызға майын тамызып айтатынымыз еске түсіп, риза кейіппен ұйқыға кеттік. Достар, әңгіме ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпайық. Бұл әңгімені айтқан кісі әлі күнге көзі тірі, және одан әрі Ұлжан апаның айтқан қорқынышты әңгімелерінен тағы да назарларыңызға ұсынатын боламын. Неге каналы сіздермен бірге тіркелу сізден, шынайы оқиғаны жеткізу бізден болсын.